Осы шақ, Türkçe şimdiki zaman deb aytamiz. Осы шақ Türkçеде yor жұрнағының көмегімен жасалады. Yorдың алдына қысаң I, U немесе Ö көмекші дауысты дыбыстардың бірі үндестік заңына сәйкес жалғанады. Яғни, соңғы буындағы дауысты дыбыс егер A немесе болса, онда yor, немесе I болатын болса, iyor, O немесе U болатын болса, uyor, Ö немесе Ö болатын болса, üyor. Жалғанады. Мысалға, yapıyor. Gel, geliyor. Otur, oturuyor. Gör, görüyor. Етістіктің соңғы дауысты дыбысына қараймыз. Yapta A болғандықтан біз вариантын таңдадық, yapıyor дедік. Болғандықтан жаңа айттық, бұл жерде I болса да солай болар еді. Iyor'ды таңдаймыз. Otur. Соңғы дауысты дыбыс U. Олай болса, uyuyor. Görmek. Ö немесе Ö болса, üyor'ды таңдаймыз деген болатынбыз. Олай болса, görüyor. Жасап жатыр, жасап отыр, жасап тұр. Келе жатыр, келіп тұр. Келіп отыр. Oturuyor. Отыр, ол отыр. Görüyor, ол көріп тұр, көріп жатыр, көріп отыр, секілді. Мысалға, кітаптағы мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде, міне, şimdiki zaman, осы шақтың жұрнағы yor. Hava çok güzel, ауа райы өте жақсы, әдемі, керемет. Bütün aile bahçede. Отбасы бәрі aulada. İrfan mangalda et pişiriyor. İrfan mangalda et pişirip жатыр. Filiz masayı hazırlıyor. Filiz masa негізі üstel hazırlıyor. Dayındап жатыр, әзірлеп жатыр. Yani дастархан жайып жатыр. Mustafa gazete okuyor. Mustafa gazete оқып отыр. Asuman Filiz'e yardım ediyor. Yardım etmek, jәрдем ету, көмектесу. Çocuklar çok mutlu. Balalar öte бақытты, қуанышты. Ömer ve Esra top oynuyorlar. Ömer мен Esra top oynап жатыр. Zeynep bisiklete biniyor. Zeynep velosipedке мініп жүр. Немесе велосипед айдап жүр деп айтамыз. Бұл жерде көріп тұрмыз. İrfan et pişiriyor. Pişirmek. İ'ге қарадық. Сондықтан yiyor. Hazırlıyor. Негізі hazırlamak. Hazırlıyor. Mustafa gazete okuyor. Okumak, okuyor. Yardım ediyor. Etmek, ediyor. Çocuklar çok mutlu. Top oynamak негізі oynuyorlar. Неге? Өйткені олар, балалар. Çocuklar oynuyorlar. Zeynep bisiklete biniyor. Binmek. Мына жерде i var. Сондықтан biniyor деп ayttık. İrfan ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne istеп жатыр? İrfan mangalda et pişiriyor.
Filiz ne yapıyor? Filiz masayı hazırlamak hazırlıyor. Dayındap жатыр. Yani dasturxan jayıp жатыр. Mustafa ne yapıyor? Mustafa gazete okuyor. Okuyor. Ömer ve Esra ne yapıyorlar? Ömer ve Esra top oynuyorlar. Oynuyorlar. Zeynep ne yapıyor? Zeynep bisiklete, velosiped айдап жүр. Негізі мына жерде түркшеде biniyor, мініп жүр. Негізі етістігіміз binmek, biniyor. Ол мініп жүр. Егер етістік A немесе дыбысымен аяқталатын болса, ол етістікке yor осы шақтың жұрнағы жалғанған кезде A, немесе uға айналады. Яғни ұйыр немесе ұйыр болады. I немесе үге айналады. Олай болса, иyor немесе үйір болады. Мысалға, жаңа ғана мысалымызда маса hazırlıyor, дастархан жайып жатыр деген кезде hazırlamak, әзірлеу деген етістік болды. Бұл етістікті осы шақта yor екін алып келген кезде hazırlıyor деп айтпаймыз, немесе жазбаймыз. Бұл неге айналады? Ыға айналады. Не үшін ы? Не үшін у емес? Өйткені а, өйткені ы езулік жуан дауысты дыбыстар бар. Қалай болады? Hazırlıyor болады. Немесе топ ойнıyor деген жаңағы мәтінде. Топ ойнап жатыр. Ойнайор деп айтпаймыз, жазбаймыз. Не дейміз? Ойнайор дейміз. Неге у? Өйткені o мына жерде еріндік жуан дауысты дыбыс. Ойнайор деп жазамыз, деп айтамыз. Beklemek, күту, мен бітті. Олай болса, bekliyor деп айтпаймыз, жазбаймыз. Қандай дыбысқа айналысады? Я иге, я үге айналады. Бұл жерде иге айналады. Неліктен? Өйткені оның алдындағы дауысты дыбыс өзі секілді езулік жіңішке дауысты дыбыс. Олай болатын болса, bekliyor болады. Сол сияқты söylemek, айту. Соң мен бітіп тұр. Осы шақтың жұрнағын қосқан кезде söylüyor деп айтпаймыз. Не болады? Мынау иге немесе үге айналады. Бұл жерде үге айналады. Иге емес. Не үшін? Өйткені оның алдында тұрған дауысты дыбыс секілді еріндік жіңішке дауысты дыбыс. Сондықтан біз söylüyor деп жазамыз. Söylüyor деп айтамыз. Мысалға, мына жерде мысалдарға қарайтын болсақ, негізі ağlamak, яғни жылау. Немен бітіп тұр? Етістіктің негізі мен бітіп тұр. Қандай дыбысқа айналды? Ыға айналды. Ağlıyor. Неге? Өйткені мына жерде бар. Ойнайор деп айтпаймыз. Не деп айтамыз? Ойнайор. Ойнап жатыр, ойнап тұр. Ойнап отыр деген кезде. Неге? Өйткені жаңа біздің мысалымызда да болды. Мына жерде еріндік жуан о дыбысы бар.
Murat ne yapıyor? Murat ne istep жатыр? Немесе не istep отыр? Murat durakta bekliyor. Beklemek ne oldu? Bekliyor oldu. Durak бұл аялдама. Та, жаңа біз жатыс осының алдыңғы сабақта біз жатыс септігінде айтқанбыз та. Durakta. Gençler ne yapıyor? Gençler satranç, şahmat ойнап жатыр. Қалай болды? Ой, а мен бітіптір. Олай болса а не дедік? Я ыға не болмаса уға айналады дедік. Бірақ бұл жерде о дыбысы болғандықтан ол ойнıyor болмайды. Oynuyor. Немесе gençler олар жастар дейтін болсақ, oynuyorlar деп те айтуға болады. Meryem ne yapıyor? Meryem ip негізі біздің етістігіміз а дауысты дыбыспен бітеді. Ол ат я болады, я да у болады дедік. Мына жерде бірақ а болғандықтан атлıyor. İp atlıyor. İp жіп atlamak, секіру, скакалка секіріп жатыр. Т мен аяқталатын кейбір етістіктерге йор, осы шақтың йор жұрнағы жалғанған кезде т д-ға айналады. Мысалға, git, gidiyor, кетіп бара жатыр, немесе бара жатыр деген кезде et, ету, қылу, көмекші етістік болып көбінесе қолданылады. Etiyor демейміз, ediyor дейміз. Енді осы тұста біз етістіктерді жіктеп көрейік. Мысалға, gitmek етістігі. Мен gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor. O. Biz gidiyoruz. Siz sapayı gidiyorsunuz. Sapayı siz кетіп бара жатырсыз. Сіздер кетіп бара жатсыздар. Немесе мынау жекешенің сеннің сендер формасы ретінде пайдалануға болады. Сендер кетіп бара жатсыңдар деп те айта аламыз. Onlar gidiyorlar деп көптік жалғауын жалғаймыз. Мысалға, оқымақ, оқу. Ben okuyorum. Sen okuyorsun. O okuyor. Ол оқып жатыр, оқып отыр, оқып тұр. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Etmek. Ben ediyorum. Sen ediyorsun. O ediyor. Biz ediyoruz. Siz ediyorsunuz. Onlar ediyorlar. Мысалы. Kitapta берілген мәтінге қарайық. Sabah erken uyanıyorum. Tаңертең ерте тұрамын. Кім? Ben. Жіктелді. Önce kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapmak. Tаңғы асты ішу. Кім? Мен. Kahvaltıdan sonra okula
Git. Gidiyorum. Kim? Men. Tаңертеңгі астан кейін мектепке, окул, мектеп, жалпы оқу орны, университетте болуы мүмкін, барамын. Окулда, мектепте немесе университетте, дәрсе, сабаққа кіремін деп айтады түркшеде. Giriyorum. Öğleyin öğle yemeğini, түсте түскі асты жеймін. Негізі yemek. Бірақ ол дауысты дыбыс иге немесе өге айналады деп едік. Yiyorum. Жеймін. Öğleden sonra okulum bitiyor. Түстен кейін сабағым бітеді. Okuldan sonra, мектептен немесе университеттен кейін eve dön. Dönmek, бұрылу, айналу, немесе оралу, қайту. Бұл жерде eve, үйге қайтамын. Kim? Men. Dönüyorum. Önce üstümü değiştiriyorum. Aldымен üstümde ауыстырамын. Sonra ödevlerimi, кейін үй тапсырмасын yapıyorum. Kim? Ben. Yapıyorum. Akşam babam eve, keşke әкем үйге geliyor. Келеді. Hep birlikte yemek yiyoruz. Бәріміз бірге тамақ жейміз. Yiyoruz. Ya мына жерде тының дыға айналатыны көрсетіліп тұр. Etmek, ediyor, gitmek, gidiyor, tatmak, дәмін алу, дәмін тату, дәмін көру, тыдıyor деп айтамыз.